Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Тікелей эфир қосылып жатыр. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Мынаны уақытша өшіре тұрайық. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Рамазан баршамызға құтты берекелі болсын. Келе жатқан 4-5 күн уақыт қалды. Сол алдағы 3-4 күннің ішінде тікелей эфирге шыққанды жөн көріп отырмын. Кештен кеш. Ондағы мақсатымыз, бірінші жаңалығымыз Мақасиду Сом деген атақты ғұлама Изз ибн Абдиссалам деген Султанул Улама, ғұламалардың сұлтаны деген лақапты атақты адамның ораза жайындағы кішкентай кітапшасы. Ол жердегі мақсат сол оразаның бүкіл барынша Ханафи мазхабы бойыншағы шекарасын сіздерге кітап жүзінде түртіп айтып кетсек, білім болып қалса дегеніміз. Екінші бір нүкте, осы тікелей эфиріміз біздің YouTube парақшамыздан да жүреді. Сондықтан ертең кешке жақын, оннан кейінгі уақытта прямой эфир, тікелей эфирден осы парақшамыз арқылы және YouTube каналымыз арқылы тікелей эфир тарқататын боламыз. Сабақ жүреді, ораза туралы 10-15 минут. Сонан соң ораза жайындағы бірнеше сауалдарыңыз болса, осы эфирлердің астына жазыңыздар. Дұрыстау келіп атқан сауалдар болса, соларға жауабын береміз иншалла. Ал енді кіріспеміз осы екен. Бүгінгі бір келіп жатқан сауалдар бар екен. Али студиясына келген бірнеше сауалдар бар. Сол Қажекеңнің жіберген сауалдардың ішінен таңдап жауап беруді жөн көріп отырмыз. Бірнеше мәселелер бар екен, соның сауалдары. Времянка, яғни уақытша үйде, кішкентай ғана үйде 2 бөлмелі ата-анасыменен жасаймыз. Сол ата-ананың алдында ғұсыл құйыну, бала-шағамыз бәріміз бір бөлмеде ата-анамыз, сол ғұсыл құйынуымыз қиын болып жатыр. Осындай қыс ауасында, әлі күн салқын уақытында қалай қыламыз дейді. Негізі расында да Алла Тағала ешкімге күші жетпеген нәрсені бұйырмайды. Әйтсе де ғұсыл құйынуға орын, ғұсыл құйынуға жағдай жасап қойған абзалырақ болады. Біріншіден, времянкаға кіре беріс нәрсе тұрғызғаны және сол жерге ғұсыл құйынуға ыңғайластырып, балалар ұйықтаған уақытта бөлек бір-бірін қарап тұрып, жуынып алуға жағдай жасап қоюға болады. Екіншіден, мәселе, егер ондай жағдай болмайтындай жағдай болатын болса, әлбетте ол кісі ғұсылын кешіктіреді, оның орнына тайаммум соғып, намаздарын барлығын бүтін дәретпен оқиды, әр намазға бөлек дәрет алып оқи береді де, ғұсылды негізі барып, моншаға барып, арнайы жуынып келгені абзалырақ болады. Егер моншаға қайта баруға қаражаттары қиындау болатын болса, жуынатындай жағдай жасауға барынша әрекет жасау керек. Егер ондай болмайтын болса, тек қана Алла кешіруші, әлбетте таяммумменен өткізеді сол бір уақыттарын. Дегенменен тездетіп ғұсыл құйынуы міндет, ғұсылдың жағдайын жасауы міндет. Соны ұмытпау керек. Яғни маған жеңілдік берді, мен былай да жүре берсем болады деп себебін жасамай, жеңілдікке салыну, бұл өзінің дініне, өзінің күнделікті ғибадатына зияндығын тигізетіндігі хақ нәрсе. Сонан соң, алдымызда сәуір деген әдемі ай бар. Осы бір сәуір келген сайын, жыл сайын айтылатын сәуірдің жаңбыры туралы әңгіме. Құрметті бауырлар, сәуірдің жаңбыры ондай екен, мұндай екен, берекелі екен, тағы да ондай, соны жинап алыңдар, сөйтіп оны ішіңдер, түсіңдер деген сөздер
алып қашты әңгімелер ғана. Біздің дінімізде, шариғатымызда ондай бұйрық жоқ, ондай бір арнайы сөздер жоқ. Сондықтан бұл әңгімені тарқату, жалған сөз тарқату болып саналып, күнә болады. Өзіңіздің көзіңіз жетпеген нәрсені жұртқа тарқату, оның дәлдігін түсінбеген нәрсені тарқату өте әдепсіздік, кемінде әдепсіздік болады. Ал біліп тұрып соның жалған-ау, күмәнім бар-ау деп тұрып тарқату сөз тасымалға жатады. Өзге адамды адастырсаңыз, соның күнәсіне ортақ болып қалатын ықтималыңыз өте көп. Сондықтан пайғамбарымыздың хадисі бар: естіген нәрсесінің бәрін айта беру жалғаншы болуға жетерлі болады деген сөзі бар. Сол үшін не естім, соның барлығын тарқата берем деу қате. Және бір айтып кететінім, әлеуметтік желілерде әртүрлі көзі жетпеген ақпараттарды, әсіресе діни ақпараттарды, пайғамбарымыздан келді ма, келмеді ма, соны көзі жетпей, былай екен деп білімді имамдарымыздан сұрамай тарқата беру, бұл қате. Біріншіден, дінге қатты болмаса да бір жұрттың адасуына себепкер болатындай зұлымдық жасаған болады. Ал екіншіден, қазіргі кезде егер сол тарқатып атқан мәліметтің ішінде дұрыс емес, кереғар ағымдардың сөздері болып қалса, ол тіпті басқа да бір жазаларға алып келу ықтималы бар. Сондықтан діни мәселелерді көзіңіз жетпей, маман адамнан сұрамай тарқатпауыңызды өтінеміз. Енді ғұсыл мәселесінде, одан кейін шашы ұзын әйел қыздардың шашын жумастан түбіне, яғни терісіне тигізсе, сол ғұсыл болып есептеледі ме дегенді естідім. Ғұсылға жата ма дейді. Шашы ұзын адамның, әйел кісілердің әсіресе ғұсыл мәселесі біздің Ханафи мазхабында кеңірек қаралған. Біріншіден, әлбетте, шашы ұзын әйел кісі болса, ол өріп алса шашын өру керек. Өргеннен кейін ол кісі жуыну міндет болып қалатындай жағдай болатын болса, шашының түбіне су жеткізуіне жетеді, өрген шашын шешуі міндет емес. Басын жуып болғаннан кейін, әлбетте басын кептіру үшін өрген шашын шешіп, кептіріп, қайтадан өруіне болады. Ол бір. Екіншіден, одан да үлкен жеңіл мәселелер ауылды жерлерде, және әсіресе күніге жуынуға мұқтаж болып қалатындай жағдай болса, шаш ұзын болып, енді өрілуге келмейтіндей, бірақ әлде қайда бәрібір ұзын болып, оны қайта-қайта жуу адамның денсаулығына зиянын тигізетін болса, ол өте қиын болатын болса, соның әсерінен шаш тұздалып, қатты майланып, немесе бір қандай да әсерменен шаш түсуіне, бас ауруына, немесе салқындап қалуына апаратындай жағдай болса, онда басын жумайды, денесінің бәрін жуады да басына масық тартылады. Бұл Ханафи мазхабындағы үлкен кітаптарымызда осылай келеді. Егер намазда ой бұзылып, дүнияви ой келсе, намаз бұзыла ма? Жалпы ой бұзылса, намаз бұзылады ма? Құрметті бауырлар, намазда шынымен ойдың бұзылуы намаздың бүтіндігіне, оның сауабының жоғалып кетуіне әсері бар. Оны көптеген ғалымдар айтқан, намазды ақыл еспенен не айтып тұрғаныңды түсініп, не айтып тұрғаныңды сезініп оқу дұрыс болады. Қашан сіз сол сезімнен, қашан не айтып тұрғаныңыздан кетіп қалатындай ойыңыз басқа жаққа, айтып атқан тіліңіз басқа жаққа кетсе, намаздың сол жердегі қате кемшіліктері пайда болады. Одан қалай құтылу туралы бір айта кетерміз. Әйтсе де намазға әсері бар ма десе, намаздың сауабына әсері бар. Бірақ намаздың іс-қимылы, айтылатын сөздері дұрыс айтылып, одан артық сөз және одан кем сөз айтылмаса, намазыңыз бүтін. Әйтсе де, егер намазыңыз сол өзіңізді ұмытып кетіп, не айтып атқаныңызды білмей, көбірек уақыт басқа нәрселерді айтып кету, немесе Фатиха сүресін 2 рет оқып тастау, кейбір сүрелерді оқудың орнына басқа дұғалар оқып, ат-тахияттың орнына Фатиха, Фатиханың орнына ат-тахият оқып ауыстыратын болсаңыз, намазды кемшілік қылған боласыз да, намаздың соңында сәжде саху, яғни қате үшін жасалынған айыпты сәждені жасау міндет болып қалады. Ал енді намаздың әртүрлі келген ойлардан қалай құтыламыз десе, біріншіден сол намазда
дұрыс оқу үшін өзіңізді, ойыңызды тәрбиелеуіңіз керек. Ол зікірлер арқылы, тәсбih арқылы, Құранды оқу және есту арқылы тәрбиеленеді. Екіншіден, намаздан бұрын, дәл солай көп намаз ой бұзылатын, көп қателесетін болсаңыз, намаздан бұрын қолыңызды жайып, Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айтып, Құдайдан пана тілеуіңіз керек болады. Өйткені намаз кезінде арнайы шатастыратын бір шайтан бар деген пайғамбарымыздың сөзі бар. Үшінші нәрсе, намазыңызда қате кемшіліктеріңіз көп болса, намаздың барлығын бүтін оқи алмайтындай қиналсаңыз, ең кемінде намаз қаншалықты дәрежеде болу керек десе, имам Ғаззали айтады, тым болмағанда бірінші Аллаху Акбар деген кезде шын көңілменен барлық ойдың бәрін ысырып тастап, Алла үшін деп екі қолыңызды көтеріп, қол қусырғанға шейін барсаңыз, иншалла соның ең кемі осындай болуы міндет деп айтылады. Құрметті бауырлар, намазда ой бұзылу намаздың сауабына, намаздың бүтіндігіне әсері көп. Бұдан қашық болу керек, онымен күресу керек. Сонымен күрескен сайын сіз сауап аласыз. Ойыңыздың әртүрлі намазда келіп жатқанына сіз ойламай, барынша оқып жатқан сүрелеріңізді, барынша айтып жатқан нәрселеріңізді, тіліңізді қимылдатып айтуға әрекет жасаңыз, және барынша соны қууға әрекет жасасаңыз, сол ойды, сол әрбір істеген ісіңіз үшін сауап аласыз. Енді бір сұрақ, енді қызықтау сұрақ болыпты. Күйеуі жоқ әйелдер, жәннатқа үміті бар кісілер қалай қылады дейді. Мен ойлаймын, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Қай бір әйел өзінің күйеуінің ризалығын алса, және одан бұрын Алланың ризалығын толығымен алған болса, яғни 5 уақыт намазы, оразасы бүтін болса, одан бөлек сол күйеуінің қызметінен шығып, ойынан шығып, батасын алатын болса, яғни ризалығын алатын болса, ол кісі қиямет күні 8 жәннаттың қалағынан кір деген пайғамбарымыздың сөзі бар. Әлбетте бұл ауыр еңбек, әлбетте бір адамның көңілін табу, оның орайынан шығу өте үлкен дүние. Әйтсе де, егер өзінің жолдасы болмай, жолдасы дүниеден өткен адамдар қалай қылады десе, енді 8 жәннатқа кіргісі бар десе, біріншіден бойдақ жүру жақсы емес. Бұл ер азаматқа да айтылатын, әйел азаматқа да айтылатын дүние, міндетті түрде үйленген жақсырақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар. Үйленген адамның иманы жарты, қалған жартысын өзі әрекет қылсын дейді. Ендеше бойдақ адамның иманы жарты да болмайды екен. Сондықтан бойдақ адам болу жақсы емес, сахабаларымыз бұдан қашқан. Ал енді Құдайдың басқа салғаны болатын болса, енді ол мен қазір барып міне ала салам, міне күйеуге тие салам деген ешкімнің қолынан келе бермейді ғой, Құдайдың бұйрығы болмаса. Ондай кезде қайтеміз десе, тақуалық қылады, ораза тұтады, шамасы жеткенше құлшылығын жасасын. Алла тағала қалай амал жасаса, сол амалына жараса сауабын ол кісіге сыйлайды. Иншалла баршамызды Алла тағала жәннатынан орын беруін көптеп дұға қыламыз. Иншалла келе жатқан Рамазанымыз мүбәрәк болсын. Тағы да бірнеше сауалдар бар. Өткенде күйеуінің разылығын алған әйел Алла тағала оған осындай сауап жазады деген уағыз бар. Сол сұрақ уағыздың астына жазыпты деген ғой. Енді байлар 500 жылдан соң жәннатқа кіреді. Енді дүниеден өтпей жатып, дүние мал мүлікті балаларға өткізсем, сұрау жауаптан құтылам ба дейді. Яғни қартайды, жасадым, енді мал дүнием бәрін балаларыма жазып беремін да, пенсияға шыққаннан кейін немесе солай мал дүниесіз тыныш жүрем дегені ғой. Әйтсе де, тіршілігіңізде, жігіттігіңізде мал жинадыңыз, алды бердіңіз, болды. Сол нәрсенің барлығы жауабы бар. Бұл дүниеде әрбір ішкен, әрбір жеген, әрбір өткен секундыңыз, әрбір өткен минутыңыздың барлығының сұрағы бар. Сұраусыз дүние жоқ, құрметті бауырлар. Көп адам ойлайтын шығар, бұл дүниеге келемін, бұл дүниеден қалай болса солай кетемін, бұның аяғын ойламаймыз, не болып жатқанын. Бірақ құрметті жақсылар, Алла тағала біздің әрбір өткізген күнімізді, әрбір өткізген секундымызды, минутымызды, жеген рызық несібемізді, сыйластығымызды, жасаған амалымыздың барлығын сұрайды. Сондықтан сұрақ жауапқа алдын ала көбірек дайындалу керек. Тағы бір айта кететін мәселе, расында да Ибн Хаджар Асқаланиден, Сафарани деген үлкен хафиз ғалым кісіден, одан бөлек Ибн Раджаб деген ғалым кісілерден келген бір үлкен дүние бар. Жасалған
сіздің біздің жасаған күнә амалдарымыз амал дәптерімізде жазылып қалады ғой. Енді біз тәубе етеміз, көп истиғфар айтамыз, соларды Алла тағала кешсе де сол амал дәптерінде қалып кетеді дейді ол кісілер. Соны дәлел қылып көп ғалымдардан, сахабалардан мысал келтіреді. Ол амал дәптерде сіздің жасаған күнә амалыңыз тәубе қылсаңыз да тұрады екен. Қиямет күні алдыңызға ұсынылады, пендесі көрсін деп. Әлбетте жұрттың алдында емес, жеке тұрғаныңызда. Егер сол амалда шынымен Алладан қорқып тәубе еткен болып кешіріміне лайықты болған болсаңыз. Өйткені пенде сол амалдарын толық жасаған барлығын есебін беру үшін ғана. Құрметті жақсылар, сондықтан мен жамандық жасадым, артынан жақсылық жасадым, ол өшіп кетті деп, аяғыңызды алшаң басып қайта күнәға ұрынбаңыз. Барлық нәрсенің сұрауы, барлық нәрсенің ауыртпашылығы бар. Содан аман болайық, құрметті жақсылар. Тағы бір дүние. Осы муфтияттың имамдары әркімнің кемшілігін айтып, ақидасын тиісіп отырады, ғайбаттап, осы дұрыс па дейді. Құрметті жақсылар, имамдар дегенде, егер мешіт имамдары болса, оны білмедім, бірақ уағызға арнайы айтуға бұйрық алған азаматтарымыз кереғар ағымдарды, дұрыс емес діни ой пікірлерді, дін бұзар нәрселерді ескерту соның мойнында. Ол ескертпесе, ертең қияметте сіз бірінші келіп сұрайтын шығарсыз, сол кісінің жағасынан алып, ей пәленше, соның қате екенін біліп тұрып, сен неге айтпадың? Сенің мойныңда еді ғой, сен соны білдің ғой дейсіз ғой. Сондықтан айтатын, құрметті жақсылар, ол кісілер ғайбаттамайды. Адамның жеке басына тиісу дұрыс емес нәрсе. Мысалы, ана кісінің көзі қисық, өзі қисық, әкесі мындай, анасы мынандай, баласы ондай, өзі дұрыс емес, сөзі дұрыс емес деп. Жоқ, шариғатқа қай жері дұрыс келмейді, сол жерін түзету мақсатында, халықты ескерту мақсатында мына жерде мынандай кереғар ағымға алып баратын жол болып тұр. Содан абайлаңыздар деу, ол жұртты да әлгі кісінің де өзін ескерту ғана болады. Ол бауырлық, жақсы пікірмен айтылады. Ол жерде дұшпандық жасау, ол жерде ол кісінің бір қастығы, ол кісіге деген бір сондай бір көре алмаушылығы немесе бір сол кісінің бір енді бір білмеймін, дұшпан тұту емес. Бұл Құранда бар. Құран-ы Кәрімде Алла тағала білім егелерінен уәде алған. Алланың бар нәрсесін жеткізесіңдер деп уәде бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Кімде-кім қиямет күні өзінің мойнындағы білімін жұртқа дұрыс жеткізбейтін болса, дозақтың отынан болған жүгенменен ауыздықталады деген сөз бар. Сондықтан ақиқатты айту міндет. Дұрыс емес кереғар ағымдардан ескерту маман адам үшін міндет. Ол сол үшін айтады, дұшпандық үшін емес. Және соны айтып атқанда ислам ережесін сақтануы қажет болады. Ислам ережесі бойынша адамның жеке басына тиісуге, оны кемсітуге, оны балағаттауға, сондай нәрселер жасамаған істеріне қосымша нәрсе қосып, айтпаған сөздеріне қосымша сөздерді көбейтіп айтуға болмайды. Ол бөлек дүние. Кейбір адамдарымыз шынымен ақ осы нәрсені қолданып та кетеді. Біреуді бір нәрсе айтып атқанда артық сөз қосады, артық амал қосады, өзі жанында болмаса да, қасында тұрмаса да, көзі жетпесе де болмаған нәрсені айтады. Тіпті мән жайға қарамастан басқа кемшілік іздеп, басқа нәрсені түрткілеп, өзінің ішіндегі баяғы жиналып атқан қоқысын сыртқа шығарады. Бұл әлбетте ол кісінің кемшілігінен, ол кісінің дінді дұрыс емес ұстаған иманына, Аллаға деген ұстанымының қателігінен болады. Алла баршамыз кешірсін. Аға, осы ағылшындар басқа елдердегі адамда ислам дінін білмесе, дін туралы ешкім естемесе, бірақ көптеген жақсылықтар істесе, ол адамға жәннатқа кіре ме? Енді сұрақтың мағынасы сондай ғой. Егер бір адам жақсы амалдар жасаса, бірақ исламға сенбейтін болса, Құдайға сенбейтін, Аллаға сенбейтін болса, бірақ өте жақсы адам, сондай енді жұртқа жәрдем бергіш, жұртты жаңағыдай ақысын жемейтін, зұлымдық қылмайтын адам болса, жәннатқа кіре ме дейді ғой. Құрметті бауырлар, бұл амал, бұл дүниенің амалы не үшін жасалады, сол үшін болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда мутаватир дәрежесіне жеткен хадис бар. Иннамал аъмалу бинният. Әрбір амал ниетке қарай қабыл болады дейді. Егер сіз жасаған амалыңызды
Алла үшін, жәннатқа кіру үшін жасасаңыз, жәннатқа кіресіз. Алла үшін десеңіз, Алланың алдында сол Алланың ризалығына жетесіз. Ал егер сіз бір адамға жасаған жақсылығыңызды адамилық үшін, бір жасаған жақсылығыңызды азаматтығыңыз үшін, ел үшін, мақтан үшін, ақша үшін, атақ үшін жасасаңыз, соған жетесіз. Бірақ Алланың алдында алатыныңыз жоқ қой. Жауаптың мәнісін түсінеді деп ойлаймын. Яғни бір адам Құдайға сенбесе, Құдай үшін жасамайды. Кім үшін жасайды ол жақсылықты? Адамилық үшін, мырзалық үшін, басқа нәрсе үшін жасайды. Бірақ Құдайдың алдында оны алатыны да, жәннат үшін деп жасамағаннан кейін жәннатқа баратын да хақысы қалмайды. Сол үшін біз оларды ол жәннатқа да, Алланың алдында да алатын еш нәрсесі жоқ деп айтатынымыз осыдан. Ислам діні батыстықтар тозақы дейміз. Діні батыстықтар тозақы дейміз. Бірақ неге олар технологиясын пайдаланады, неге олар жасап жатқан еңбектерін ислам дінін бағаламайды, осыған не дейсіз? Құрметті бауырлар, біз батыстықтарды тозақы демейміз. Ешқандай ұлтқа, ешқандай жынысқа ислам дінінде реңге бөлу дұрыс емес. Ислам діні бір қандай да бір ұлтқа, бір қандай да бір елге ғана түскен емес. Құран-ы Кәримде бүкіл адамзаттың пайғамбары деген мағынадағы сөздер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адам баласына түскен, жын баласына түскен пайғамбар. Сондықтан бұл дінді бөлу, сенікі қисық, менікі түзу деп бөлу өте қате пікір. Айтқым келген нәрсе, құрметті жақсылар, біздің ислам діні ұлтқа, жынысқа, реңге бөлмейді. Оның теңдігін, оның адалдығын, әділеттігін көздейді. Бірақ енді технологияға келетін болсақ, бірнеше пікірлер айтқым келеді. Жақында бір арнайы лекция қыламыз. Мен ойлаймын, соны бір кітап қылып шығарсам деген нәрсе бар, 3-4 нүкте бар. Құрметті жақсылар, біздің дініміз, осы мұсылмандар сұрақ шығады осы сұрақтан. Неге көп елдерде қазір қалып кеткен? Қалып кеткен дегенде қай жағынан екендігін талқыланамыз. Қалып кеткен, ал басқа батыс елдері, көп елдер озып кеткен деген сұрақ шығады. Осы сұрақтың төңірегі ғой. Құрметті бауырлар, біріншіден қалып кеткен дегенде қай жағынан қалған? Егер сіз мәдениет жағынан десеңіз сұрақ болады. Мәдениет деп сіз нені түсінесіз? Егер мәдениет деп сіз халықтың дәстүрін, соның жол жоралғысын түсінсеңіз, егер бір халық өзінің мәдениетін, жолын, киімін, ас ауқатын, ішіндегі әдет ғұрпын ұстанса, ол қалып кетпегені. Ал егер мәдениет дегенде бір қандайды бір белгілі дәрежедегі киім, белгілі дәрежедегі іс әрекет болса, онда ол бөлек дүние. Оған тәжірибе арқылы, оған тәжірибе алмасу арқылы ғана жетіледі. Және ол нәрсе, бір адам, оны жасаған адам мәдениетті бол, оны жасамаған мәдениетсіз болып қалады дегенге таласым өте көп. Ал егер біз енді қалып кеттік деген нәрседе ғылым білімде десеңіз, онда әңгіме бөлек. Технологияда десеңіз, онда әңгіме бөлек болады. Расында да ислам мемлекеттерін, исламды ұстанған мемлекеттердің технологияда қалып кеткен себептері, факторлары өте көп. Бірінші, ең үлкен фактор, ол кісілер сол дүнияви ғылым біліммен араласып жатқан кезінде сол дін ғылымын қалай үйренеді, дүнияви ғылымды да солай үйренеміз деген формуланы шеше алмағандығы. Бұл сондай бар нәрсе. Қысқа айтқым келетіні, дін ғылымы басқаша үйреніледі. Мысалы айтайық, дін ғылымы Алла Тағала тарапынан түскен кітапты біздің жаңағыдай қолданбадағы сөз сөйлеу мәнеріміз, әдет ғұрпымыз, дәстүріміз, ойлау жаңағыдай басқа нәрселеріміз екеуін салыстыра отыра, жоғарыдан келген нұсқау бойынша, яғни Алла Тағаланың бұйырған кітабы бойынша шешілетін үкімдер. Ислам діні осылай шешіледі. Ал енді басқа мына дүнияви ғылым білімдер олай шешілмейді ғой. Мысалы айтайық, бір қандай да бір жаңалық ашылу үшін, немесе бір технология, бір ғылым білім ашылу үшін жоғарыдан бір арнайы нұсқау келмейді. Оны әрдайым Құранға салыстыра беру дұрыс емес. Құрметті бауырлар, тағы айтамын, Құранға салыстыратын орны бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям антум а'ламу би умури дуньякум деген хадисі бар. Мен сіздерді өз дүние істеріңізге білімді деп білемін деген мағынада. Ол сондай көп жерлерде, бірнеше жерлерде орындалған жағдай бар. Ол пайғамбарымыздың соғыс тактикасында да, пайғамбарымыздың мына дүниедегі көп нәрселерде де сол сөзді айтқан кездері болған. Одан айтатын дәлелім, құрметті жақсылар,
біздің исламды көп адамдар дұрыс түсінбегендігінен барлық нәрсе Құранда бар деп, барлық технологияны Құраннан алғысы келіп, барлық нәрсе Құраннан дәлел жазғысы келгеннен бұл тұсау болды. Дін бөлек, дүние бөлек дегім келмейді. Жоқ, дін істері бөлек, яғни сенім, наным, Аллаға деген сенім, нанымыңыз тұра берсін. Дүнияуи нәрсені дамыту ол бөлек дүние. Сол нәрсені ажыратып алу керек еді. Тағы бір үлкен нүкте, осы жерде көп халықтың қалып кететін нәрсесі діни философияның мына заманауи философияға салып дұрыс түсіне алмауынан шыққан. Ол да бір үлкен дүние. Одан бөлек, құрметті бауырлар, көп адамдар ойлайды ғой, ислам мемлекеттерін әйелдің құқығын жеп қойды. Жоқ, ол Европада құқығын жеген кездер болған. Кешеге шейін. Сондықтан ол әйелдің құқығын жеуден шыққан емес бұл дүние. Одан бөлек исламда мұсылман мемлекеттеріндегі көп жерлер жаңағыдегі халыққа зұлымдық қылды, немесе жаңағыдегі сауатсыздығынан емес, бәлки діни ұстанымдағы көп халықтың ақида, яғни Құдайға деген сенім, наным, өзге жақтан келген білім сол сенім, нанымды бұзады деген қорқыныштың себебінен көп діни ұстанымдар дүнияуи ұстанымдыққа басым кетіп қалып, сол екеуінің арасындағы шекараны ажырата алмаған істен болып келеді. Ал енді кейбір жерлерде діни жаңалықтар менен мынау өнеркәсіптің саласындағы ашылып атқан жаңалықтарды көп адамдар сол жерінде қателесіп кетеді. Мысалы айтайық, исламда ең бірінші қол сағаты жасалған ислам әлеміндегі пәленше деген ұста дейді. Жер бетіндегі шынайы қолданысқа жарамдылау болған картаны жасаған Ибн Халдун деген кісі дейді. Медицинаның атасы Ибн Сина дейді. Есеп қисаптың атасы алгебраны жазған адам Әл-Жабр деген, Харазми, Әл-Фараби деген сияқты ғалымдар деп айтылады. Бірақ бұл кісілердің философиясы, бұл кісілердің діни ұстанымы еркіндік болған үшін осындай дүниелерге жетті. Соны ары қарай көпшілік халық дамыта алмағандығынан біздің қателігіміз. Одан бөлек бір нәрсе айтқым келетіндігі, кейбір істердегі ашылып атқан жаңалықтар, оны бір бөлек, оны ғылыми деңгейге жеткізіп, оны дамыту бір бөлек дүние еді. Біз осындай бір нәрселерде қалып кеттік. Әлбетте бұны әлі де талқылаймыз. Және құрметті жақсылар, сөз соңында кішкентай қортып кететінім, осы жердегі сауалдарыңыз болатын болса, бірнеше сауалдарға жауап беремін. Және сауалды айтпай тұрып, тағы бір ескертіп кететінім, құрметті жақсылар, ертең тағы да тікелей эфирге шығамыз. Біздің YouTube каналымыздан шығамыз, сол жерде тікелей эфир сақталып қалады. Осы Инстаграмнан да шығамыз, сол үшін YouTube каналымызға кірулеріңізді шақырамыз. Егер мынандай болмайтын болса. Сондықтан айтатыным, құрметті жақсылар, Рамазан туралы сұрақтарыңыз болса, шешілмей жатқан, басқа жерден естіп дұрыс емес түсініп жүрген сауалдарыңыз болса, жазыңыздар. Ал жұрттың бәрі айтып жатқан сауалдар, мысалы түкірік жұтуға бола ма, жыл сайын қайталанатын, не дейді, Рамазан айындағы көп нәрселер, жаңа укол салуға бола ма, тісті жаңа тіс пастасымен жууға бола ма деген сауалдарға әбден жауап берілген, әбден жауыр болған сауалдар. Олардың жауабын сіздер Муфтият KZ сияқты атақты ресми сайттардан тауып аласыздар. Құрметті жақсылар, бір-екі сауалдарыңыз болса, жауабын берейін. Саид Нуруси жайлы айта кетсеңіз дейді. Бадиу заман Саид Нуруси деген кісі болған, өте өзінің заманның тақуа, Аллаға жақын, бір муджаддид дейміз бе, ислам тағылымын жаңартушы болған, сондай тағылымшыл ұстаздардың бірі деп танылған адам. Ол кісіні әлбетте сондай ұлағатты адам деп танимыз енді. Намазға қалай келсе болады, қалай үйренсе болады дейді. Біріншіден, намаздың сіз үшін құндылығын түсініңіз. Екіншіден, өзіңізбенен қоршаған ортаңызды өзгертіңіз. Намаз оқитын жаққа қарай. Сонда иншалла намаз оқуыңыз жеңіл болады. Рамазан айынан бастап 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн қабыл бола ма, денсаулыққа байланысты дейді. Енді денсаулыққа байланысты деп құтыла салу қиын. Сіз басында 10 күн, ортасында 10 күн, аяғында 10 күн тұтсаңыз әдем болады. Осы жылы тарауих намазы оқылады ма дейді. Енді білмедім енді. Жасыл аймақтардың өзі қазір сарғайып баратыр деп естіп жатырмыз. Құдай тыныштығын берсін. Алла тыныштығын берсін.
қай халде де үйіңізде оқысаңыз рұқсат етіледі. Даджал, Яжуж, Мажуж және қиямет күні туралы айта аласыз ба дейді. Бұл үлкен тақырыптар. Даджал туралы айтылған сөздерім бар, ютубта тұр. Қиямет күні туралы да айтылған сөздерім бар болу керек. Іздеп тауып алсаңыздар болады. Ал бұны енді уағыз уақытына арналмаған едік. Вақтыда жүргенде ұстау керек па? Оразаңыз егер сізге жолда, сапарда ауырлық қылмаса, жұмыс жасап жатқаныңызда ауырлық қылмаса, тұтып құтылып алғаныңыз абзал болады. Егер денсаулығыңыз көтермесе, жұмыс орайыңыз реті келмесе, оразаңыз мойныңызда қарыз болады. Басқа күндері арнайы белгілеп тұтып алғаныңыз нұр үстіне нұр. Мен көп бастырылатын болдым, не істеуге болады дейді. Тұрып атқан жеріңізге Құран сүресін көп қойыңыз, үйіңізде азан айтпайсыз, сол себептен болады. Одан бөлек өзіңізді де кішкентай дұға оқып, намаз оқып, тазартуға әрекет жасаңыз. Көп салауат пайғамбарымызға, Алладан көп истиғфар тілеңіз, иншалла, Алла амандық, тыныштығын берсін. Жұмысқа байланысты ылғи бесін намазын қаза қылып аламын дейді. Егер бесін намазын оқу жұмысқа байланысты ауыр болса, тым болмағанда бесін намазының парызын оқуға әрекет жасаңыз. Көп уақыт алмайды. 2 минут, 3 минут уақыт алады. 2 минут, 3 минутқа адамдар туалетке де, шашын қайыруға да, еріне помада жағуға да уақыт алып кетеді ғой. Сондықтан енді қатты жауапты шекарада тұрсаңыз, ол әңгіме бөлек. Немесе бір операция жасап жатқан дәрігер болсаңыз, сол операцияға дейін немесе кейін намазыңызды жинап оқып аларсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күніне 1000 рет салауат айтқан адам бұл дүниеде жәннаттың орнын көрмей кетпейді деген қалай түсінсе болады дейді. Бұл хадистер бекер сөздер. Әйтсе де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өте көптеген салауат айту өте пайдалы. Екі дүниенің бақытын беретін дүниелер. Сіздің ауруыңыздан құтқару, алдыңызда бәле-желеден құтқарылуға себеп болатындығы бар айтылғандығы. Жұма күні 2 құтпа арасында дұға етуге бола ма дейді. Әлбетте дұға етуге болады, онда ешқандай несі жоқ. Қарыздар өтеп үлгермесем ораза ұстауға бола ма? Иә, қарыздарды өтеп үлгере алмасаңыз, келесіде қарыздарыңызды өтейсіз. Әлде 2-3 күніңіз бар, сондықтан қарыздарыңызды оқып өтеп алыңыз. Рамазан мұбарак болсын. Егер бір қызды жақсы көріп қалсам, діннен алыстау болса, оны ұмыту керек па дейді. Жанұя деген бір қос қой енді. Тең-теңмен тезек қабымен дейді. Егер сіздің теңіңіз сол болып деп ойласаңыз, сізді ары бері тартып кетпесе, көріңіз. Бірақ көбінесе мен біздің жігіттерді білем, келіншегінің дініне кіріп кетеді. Оны мойындап жүрген қанша жігіттерді білем. Сондықтан сізге кеңесім, енді сізді бұзатын адамға, тұрмысқа шықпа деп айтамайды, сізді бұзатын адамға үйленбей ақ қойыңыз. 6 күн қарызым бар еді, осы оразадан соң қосып өтеуге бола ма дейді. Әлбетте болады. Мен сұрағым бар еді, намаз оқымайтын адам істеген жақсылығы қабыл болады ма дейді. Айтып қойдық. Таудан сүт аққан туралы естуіңіз бар ма дейді. Жоқ, естімеппін. Намаз оқып тұрып, сол сүреден мағынасын білмей оқимын, қалай болады, сол мағынасын шатастыра беретін сияқтымын дейді. Сіз мағынасын мұндай қатты қажеті жоқ. Негізі арабшаны дұрыс айтуға көңіл бөліңіз. Сол дұрысырақ болады. Мағына, жалпы мағынасын түсініп алып, сол мағынаны ойлап тұра беріңіз да. Түпкі мағына, қай әріпті дұрыс айтып жатырмын, сол әріпті өз орнына шығардым ба деп, ұстаздан тәлім алып, соны дұрыс айтуға әрекет жасаңыз. Сол жақсырақ болады. Әрбір айтқан әріпіңіз үшін өткен 10 есе сауап. Жыл сайын үзір болған жағдаймен ораза ұстау бақытынан құры қалып жүрмін. Бірде жүкті боламын, бірде емізулі боламын. Бұл жылы да бұйырмай тұр. Қарызын қалай өтеймін дейді. Қарызын инша Алла осы енді бір уақытқа келіп тоқтайтын шығарсыз, Құдай қаласа. Сосын тоқтағаннан кейін немесе бір жылдың ішінде, бірнеше жылдардың ішінде бір 2-3 күн бос уақытыңыз болса, 1-7, 2-7леп толтырып алыңыз иншалла. Ол қарыздарыңызды жазып жүріңіз. Әлбетте жазып жүріңіз. Алла содан аман есен жақсып құтылуын нәсіп етсін. Жұма намаз Алматыда қашан болады дейді. Білмедім енді.
армандарды жазуға болады ма дейді. Болады әлбетте. Армандарыңызды жазыңыз, оларға жоспар құрыңыз, алға қарай жүріңіз. Кім қолыңыздан тартады? Ауызашар алдында міндетті түрде тахарат дәретін алу міндет па? Жоқ, міндет емес. Дәретсіз де ауыз аша бересіз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Қыздарға намаз үйрету үшін даусын шығарып оқыса бола ма дейді. Әйел кісілер намазын барынша еркек естімейтін бір бөлмеде, тыныштау бөлмеде оқыған абзал. Ер азамат керісінше көпшілік жерде оқыған абзал болса, әйел кісінің барынша жеке жерде, барынша ең түкпіргі бөлмеде оқығаны дұрысырақ болады. Ата-ана қалай намазға шақырса болады дейді. Ата-ананы намазға еркелеп шақырса болады. Әсіресе ең ерке баласын намаз оқытып қойыңыз. Ата-ана өзінен өз соның артынан сол бала құман ұстағасын, оларда құман ұстап намаз оқитын болады. Оны әбден сынағанбыз. Ассаламу алейкум. Ауыз бектерде оқылатын дұғаны қазақша оқуға болады ма дейді. Әлбетте болады, онда ешқандай нәрсе. Дұғаның бәрін қазақша айта бересіз. Ниеттің бәрінде, құрметті бауырлар, ниет қылған кезде де қазақша, орысша, өзіңіз қай тілге жақынсыз сол тілде айта берсеңіз болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ ниеттің іштен айтқаны жетерлі болады, әйтсе де тілмен айтқаны жақсырақ. Өйткені көңіліңіз жинақы болады, не айтып жатқаныңыз түсініңкірейсіз. Намазға ата-анамыз қарсы болса, қалай намазға келуге болады дейді. Көп дұға қылыңыз, Алладан көп сұраңыз. Иншалла барлығымыз намаз оқып кетейік деп. Үйге уағыздар тарқатып, анау әлеуметтік желілерде жақсы бекітілген сондай ұлағатты ұстаз имамдарымыз бар. Сол кісілердің уағыздарын ата-анаңызға сыйлық қылып, әлеуметтік желілерден жөнетіп тұрыңыз. Мүмкін солардың ішінен жақсы сөздерді естіп бері қарай бұрылар. Менің бір досым жынмен ауыратын еді, ораза ұстағысы келеді, ұстауға бола ма, бірақ қорқады дейді. Қорықпасын, иншалла ұстасын. Шамасы жеткенше ғой, Алла тағала шамасы жетпейтін нәрсені мойнына артпайды ешкімнің. Енді көп сауалдарыңызды оқып үлгере алмай жатырмын. Намаз оқып жатқанда азан айтып жатса не істейміз? Жұма намаз болып жүр ма? Өзбекстаннан сәлем дейді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Баршаңызға да Алла тағала жақсылығын, амандығын берсін. Ұстаз, мен намаз оқып жүрмін, Алла қабыл етсін, бірақ мағынасын ұмытып қала беремін. Оны айтып қойдық қой енді. Сіз тағы да ұмытып қалды сауал жазып жатсаңыз, сіз мағынасын емес, мен айтқан жауабымды ұмытып қалып жатқан сияқтысыз ғой. Ораза ұстаушы адамдардың 3 деңгейі бар дейді. Бірінші деңгейі қарапайым халықтың деңгейі, олар ішіп жеуден тыйылады. Содан тақуа адамдар қарапайым халықтан бөлек болады ма дейді. Ол Құдайға деген сеніміне қарай ғой. Яғни біреу енді 3 деңгей деп енді бір ғалым кісінің бір кітабынан бөлгені шығар. Миллион адамның миллион деңгейі бар ғой. Алла тағала барлық адамның дұғасын қабыл етеді. Барлық адамның өзіне жараса амалын қабыл етеді. Сіз бірақ қолыңыздағы барын істеуіңіз керек. Яғни кем қылып істесеңіз кемшілігіңіз үшін жауап бересіз. Сіз қолыңыздан не керек, соның бәрін атсалыспасаңыз, ол шынымен ықыласпен жүрегіңізден жасалмаған амал болады. Сол үшін қазір қолыңыздан не келеді, соны беріңіз. Міне сол сіздің деңгейіңіз. Мені мынадай соңғы бір 3 сауалға жауап беріп өтіп кетейік. Егерде бір адам үйленіп, 1 айдан соң дүниеден өтсе, әйелі жалғыз қала ма, әлде үйленсе болады ма дейді. Неге жалғыз қалады екен? Үйленсін, күйеуге тисін, арғарай әмеңгерлік деген бар, інілері, ағалары алсын, немесе өзі бір басқа бір теңін тапса, басқа теңін тапсын, олай өйтіп бойдағы жүру жақсы емес. Менің мынадай сұрағым бар еді. Жел шығып кетсе намаздан кейін келесі намазға дейін, онда іш дәрет пен сырт дәрет ала береміз. Іш дәрет алса қалай болады дейді. Түсінбедім, бірақ сауалыңызды жалпы айтайын. Жел шығып кетсе іш дәрет алған абзалырақ болады. Бірақ құрғақ жел шықса міндет емес, сырт дәрет алу міндет бірақ. Ертең қай уақытта шығасы эфирге? Сағат 10-нан кейін шығам иншалла эфирге. YouTube каналымызға кіріңіздер. Кентау астыңғы сызықша медресе АК деп аталады. Соған тікелей эфир қыламыз. Сабақ сол жерде сақталып қалады. Әлбетте енді осыдан да шығамыз. Оразаны пайдалы, жеңіл және кемелдетіп ұстауға кеңес айтсаңыз. Иншалла, кеңестеріміз ораза жайында ораза бойы айтып шығамыз.
осы 30 күн оразаны қалай әдемі бірге өткізсек деп мен ойланып жүрмін сіздермен. Әскери қызметшілерге ораза ұстауға боламын. Барлық адамға ораза парыз, құрметті жақсылар. Жоғарыдағы да, төмендегі де, ортадағы да, оң жақтағы да, сол жақтағы барлығына парыз. Шамаңыз жеткенше қарызыңыздан құтылыңыз. Ең соңғы сауал қылайық, енді бір өткізіп жіберейік та, бір жерде тоқтата салайық, рулетка боласасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тарауых намазын қалай қалам, енді оны жауап берейін. Мектепте ұстаз едім, сабақ басталып кетеді, тез оқуға болады ма дейді. Сабақтан не қылып кетем десеңіз ба, парызынан оқып қалыңыз, бірақ өте қатты асықпасаңызшы. Іс қимылды толық жасаңыз. Толық қысқа сүре оқыңыз, қысқа дұғалар айтыңыз, бірақ өте тізеңізді басып алып, маңдайыңызды шоқып алып жасамаңыз. Іс қимыл нақты жасалсын, толық кәміл жасалсын, және дұғаларды енді жеңілдетіп оқысаңыз, әрекетіңіз жақсырақ болады. Құрметті жақсылар, ертең тағы да жолығамыз деген ойым бар. Ораза туралы сауалдарыңыз болса, эфирдің астына қалдырарсыз деген ойым бар. Ішінде жақсы, керемет сауалдар қоюға тілектеспін және оқимын сауалдарыңызды. Әдемі сауатты сауалдар қойыңыздар. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.